Түн ортасы болатын. Сағатқа қарасам, 2-ден 17 кетіпті. Үй іші тым-тырыс. Тіпті холодильниктің баяу гуілі де ерекше естіліп тұр. Телефонмен жата беріп ұйықтап кетіппін. Бір кезде көзім өзінен өзі ашылып кетті. Неге екенін білмеймін, бірақ жүрегім бір түрлі мазасыз соғып тұрды. Бөлме іші қараңғы. Терезеден көшедегі жалғыз шамның жарығы ғана түсіп тұр. Сол жарық қабырғада ұзын көлеңкелер жасап тұр. Сол кезде бір дыбыс естілді. Мен қозғалған жоқпын. Құлағымды түріп жаттым. Тағы да. Біреу үйдің дәлізінде жүргендей. Ал мен жалғыз тұрамын. Алғашында өзімді жұбаттым. Мүмкін көршілер шығар деп ойладым. Әлде бір нәрсе құлаған шығар деп өзімді алдаумен болдым. Бірақ ішімдегі бір сезім маза бермеді. Телефонды алып фонарикті қостым. Жарық бөлмені жарып жібергендей болды. Бәрі өз орнында. Бірақ сол кезде дәліз жақтан баяу сыбдыр естілді. Менің тынысым жиілеп кетті. Жоқ, дедім. Бұл мүмкін емес. Бірақ дыбыс тағы шықты. Бұл қадам сияқты еді. Біреу жүргендей, жүрегім кеудемді жарып шығайын деп тұр. Бірақ бір нәрсе менің орнымнан тұрғызды. Мен есікке қарай жүрдім. Әр қадамымды нық бастым. Аяғым мұздап кеткендей. Дәліздің есігін жаймен аштым. Фонариктің жарығын дәлізге түсірдім. Бос. Ешкім жоқ. Бірақ дәл сол сәтте арт жағымнан біреу дем алғаннан болды. Суық дем. Тура желкемнің түбінде. Мен қатып қалдым. Жүрегім тоқтап қалғандай күй кештім. Баяу бұрылдым. Ешкім жоқ. Бірақ мен бір нәрсені анық сездім. Біреу бар. Көрінбейді. Бірақ біреу бар. Сол кезде телефонның жарығы бір сәтке жыпылықтап өшіп қала жаздады. Мен қорқып кеттім. Қайта қосып қарадым. Сол кезде дәліздің соңындағы айнаға көзім түсті. Ал айнадан мен жалғыз емес екенімді көрдім. Айнада мен тұрмын. Ал артымда біреу тұр. Бойы ұзын, қап-қара. Басы сәл қисайған. Беті тіпті көрінбейді. Бірақ ол дәл менің артыма еңкейіп қарап тұр. Менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Жалт бұрылдым. Ешкім жоқ. Қайта айнаға қарадым. Жоқ. Ол әлі тұр. Айнада ғана көрінеді. Дәл менің артымда. Сол кезде телефон қолымнан түсіп кетті. Жарық өшті. Бөлме қап-қараңғы. Ал қараңғылықтың ішінде бір дыбыс шықты. Құлаққа тым жақын. Мен осындамын. Мен қатты қорықтым. Телефонымды сипалап тауып жарықты қостым. Ешкім жоқ. Ал дәліз бос. Айнаға қарасам да ешкімді көрмедім. Мен өзімді әрең тынышталдырдым. Тыңда, бұл жай ғана қорқыныш. Миым ойнап жатыр, деп өзімді сендірдім. Бірақ сол кезде телефоныма біреуден хабарлама келді. Экран жарқ етті. Бейтаныс нөмір. Хабарламада бір ғана сөйлем. Сен неге артыма қарадың? Менің қолым дірілдей бастады. Бұл әзіл шығар дедім. Жауап жаздым. Кімсің? Бірден жауап келді. Мен сенің артыңдамын. Мен бояу бұрылдым. Жоқ, ешкімде жоқ. Телефоннан тағы да хабарлама келді. Жоқ, сен дұрыс қараған жоқсың. Жүрегім кеудемді жарып шыға жаздады. Қайдасың? Деп жаздым. Бірнеше секунд өтті, сосын қайта жауап келді. Сенің дәл артыңда. Сол сәтте мен тағы бір нәрсені түсіндім. Біреу менің қозғалысымды бақылап отыр. Өйткені келесі хабарлама келді. Ие, дәл солай. Баяу бұрыл. Менің тынысым тоқтап қалғандай болды. Мен бұрылмадым, қозғалмадым. Бірақ дәл сол сәтте мойныма біреудің сап-салқын қолы тигенін сездім.